Құран аудармасы және уахаби салафизм. Сауди Арабияны билеген Сауди тайпасы мен уахабилар пайғамбарымыздың қолымен нұсқап, шайтанның мүйізі шығатын жер деген Нәжид өңірінен шыққан еді. Бүгінгі шығыс Сауди Арабия, Рияд, Дубай, Араб әмірліктері осы Нәжид өңіріне жатады. Олар ағылшын еврейлерге сатылу арқылы билікке қол жеткізді. Ал олар мұнаймен байған соң уахаби салафилық идеологиясын кең таратуға зор мүмкіндік алып, оны мұсылмандар арасына $1 триллион күшімен құтырына тарата бастады. Өкінішке орай көптеген мұсылмандар оны қабыл етіп, өздерін бұзып алды. Әуелгі ислам жолынан айырылды, надандасты, ал кейін есі ауып, дұрыс-бұрысты парықтаудан қалды. Құранның әртүрлі тілдерге аударылуы да мұнайдан түскен ақшаның арқасы еді. 30-40 жылдан бері бір Құранның ондаған, жүздеген аударма нұсқалары пайда болып, олар ұқсамаған мағына бере бастады. Әртүрлі автор, әртүрлі аударды. Олар кәдімгі Інжілдің әртүрлі нұсқасы бар жағдайға ұқсап қалды. Ал қазақ ата-бабаларымыз ешқашан қазақша Құран оқымаған, тіпті естіп көрмеген. Арабшасын оқып, сауап тапқан. 1400 жылдан бері арабша Құран ғана өзгермеген. Құранда арабтардың өзі жақсы түсінбейді. Бұндағы маңыздысы оның оқылуы. Ал аят мағынасын әулиелермен толымды ғұлама шайхтардың сол аятқа берген тәпсірлері арқылы түсінуге болады. 10 адам Құранды 10 түрлі аударады. Ал оларды оқыған соң бұл бұлай, ол алай аударды деп христиандар сияқты қаймығатын боласыз. Демек, уахаби салафилық бояумен аударылған Құрандар әр адамға Құранды өз бетінше түсінуге жол ашып, ислам дүниесіндегі діни былықтардың көптеп туылуына мұрындық болды.